Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен медовый тортын дайындаймыз. Ол үшін бізге жұмыртқа, қопсытқыш, шекер, май, ұн және де сода әсел қажет болады. Табамызға жұмыртқаларымызды жарып, артынан шекерімізді салып, миксердің көмегімен жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламыз. Артынан ертілген майымызды қойып, тағы бір рет араластырамыз. Енді таза ыдысқа құйылған әсел мен соданы газдың бетіне қойып, жақсылап қою түске енгенше араластырып дайындаймыз. Дайын болған массамызды алдынан дайындап алған жұмыртқа қосылған массамызға салып, жақсылап біркелкі түс болғанға дейін миксермен араластырамыз. Артынан қопсытқышымызды салып, ұнымызды електен өткізіп, орташа жұмсақтықта қамыр илейміз. Иленген қамырымызды 3 бөлікке бөлеміз. Қамырымызды пергамент қағазға жайып, қызып тұрған пеште 15-20 минут пісіріп аламыз. Қамырларымыз піскенше кремін дайындаймыз. Ол үшін бізге сүт, шекер, ұн қажет болады. Ең алдымен табамызға ұнды, шекерді салып араластырамыз. Артынан сүтімізді құйып, жақсылап түбімен қозғап, қасықпен табаның түбіндегі ұнның бәрін жақсылап араластырып, түйіршіктелген ұнымызды миксердің көмегімен бір келкі болғанға дейін жақсылап араластырамыз. Сүтті массамызды отқа қойып, қасықты алмай жақсылап қою болғанға дейін араластырып тұрамыз. Пісіп дайын болған қамырларымызды формамен домалақ етіп кесіп дайындаймыз. Кескеннен қалған қамырларымызды осылай аппараттарыңыз бар болса, аппараттың көмегімен, если жоқ болған жағдайда оқтайдың көмегімен ұсақтап майдалаймыз. Қамырымызды ұсақтап алдық, енді тортымызды жинауды бастаймыз. Әрбір қатарға 5-6 қасықтан крем салып, жақсылап бір келкі болғанға дейін жағып шығамыз. Крем қатты суып қалмау керек, сол себепті тезірек жағуға тырысамыз. Кремді торттың шетіне жағып, оны коржикпен безендіріп шығамыз. Қалған кремімізді торттың бетіне жағып, оны да ұсақталған коржиктарымызбен әдемілеп безендіріп шығамыз. Ал біздің медовый тортымыз дайын. Сіздер де үй жағдайында жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ас болсын, сіздермен болған сымбат.